Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында еліміздің қасиетті жерлері бізді рухани жұтаңдықтан сақтайтын бірден бір жол делінген. Осыған орай Солтүстік Қазақстан облысындағы киелі жерлердің картасына 33 нысан еніп отыр. Соның бірі әйгілі жазушы, ақын, академик, жерлесіміз Сәбит Мұқановтың Жамбыл ауданы Сәбит ауылында 1990 жылы ашылған музей үйі. Бір қабатты ағаш үйді Сәбит Мұқанов Благовещенко елді мекеніндегі көпестердің бірінен сатып алып, 1959 жылы Сәбит ауылына әкеліп салады. 180 шаршы метрді алып жатқан ғимарат 5 бөлмеден, жатын бөлме, қонақжай, ас және қонақ бөлмелері кіреберістен тұрады. Бүгінде мемориалды музейден жазушының жеке заттарын, бірегей қолжазбаларын, шығармаларын көруге болады. Музейде жалпы жазушының өмірі мен шығармашылығынан сыр шертетін 600-ден астам жәдігер сақталған. Биыл Сәбит Мұқановтың 120 жыл мерейтойы республика деңгейінде аталып өтуде. Осыған орай облыстық тарихи-өлкетану музейінде «Ұлы жазушының ұлылығы» атты көрме ашылды. Родился Сәбит Мұқанов в нашей Северо-Казахстанской области, в Жамбыльском районе 26 апреля 1900 года. В то время это была Акмолинская область, Таузарская волость, Петропавловский уезд. Место, где родился Мұқанов, называется Жаман-Шубар. Аул находился на берегу озера Дос. На одной из фотографий семья Мұқановых. У них было 6 детей, 4 сына и 2 дочери. В счастливом браке с Мариям Апай Сәбит Мұқанов прожил 47 лет. Великая женщина Мариям Кожахметовна прожила до 101 года. Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Бауыржан Момышұлы Мариям Апайды сұлушаш келін деп атаған. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Мариям Апайды көзі тірісі кезінде Мариям Апа ел анасы деген үлкен баға берген. С малых лет Сәбит отличался превосходной памятью, любовью к поэзии и трудам Абая Кунанбаева. Начал писать собственные стихи, еще будучи 14-летним подростком, что стало началом его творческого пути. С 1931 по 1936 года Сәбит Мұқанов учится в Москве в Институте Красной профессуры. Здесь выходит в свет его книга на русском языке «Тулпар» в 1934 году. Сәбит Мұқанов өзінің жазған хаттарының көшірмесін сақтап отырған. Алдарыңызда музей қорында сақталған жазушының өз қолымен жазылған жерлесіміз Қазақстанның халық әртісі актер Геннадий Шарнинге жазған хаттары қойылған. Ең бірінші даңққа келген туындысы өзі қанды оқиғаның куәсі болған жастардың махаббаты жайлы «Адасқандар» романы. Екі жігіттің бір қызға ғашық болып, соңы қанды оқиғамен аяқталады. Кейін бұл туынды «Мөлдір махаббат» деген атпен өзгертіліп, басылып шығады. Бүгінгі дейін оның шығармалары әлемнің 46 тіліне аударылған. Тіпті Кубаға дейін жетіп, Фидель Кастроның өзі Балуан шолақ шығармасы үшін Сәбитке хат жазып, суретінің артына қол таңбасын қойып, алғысын білдірген. Міне артынан осындай үлкен мұра қалдырған Сәбит Мұқановтың есімі ұлтпен бірге жасап, кітаптары арқылы мәңгі өмір сүреді.
Сабит Муканов – классик национальной литературы, который писал произведения в различных жанрах, создавая основы казахской культуры XX века. Он проделал трудный путь от простого пастуха до уважаемого в стране писателя, к мнению которого прислушивался народ. Произведения Муканова популярны и известны далеко за пределами нашей Родины. Имя Сабита Муканова увековечено в памяти народа. Его именем названы в городе областная библиотека, областной казахский музыкально-драматический театр, улица, установлен памятник.